Жауап бермейсің бе? Жауап бермесең де болады. Неге? Арнайы АБК студиясы үшін дыбысталды. Дыбыстандар Ако және Эмма. Қалғаныңдай өмір сүру мүмкін емес. 14-ші бөлім. 어디로? Қайда барамыз? Тоньям. Оның қай жерде екенін білесің бе? Шулодоның солтүстігінде. Кесодонның солтүстігінде, ақымақ. Негізінде Кенсонның оңтүстігінде. Мүмкін жақын жерден пансион іздестіреміз. Ет дайындап көп жасаймыз. Шошқа етінен бе? Сендерге не болған? Түні бойы ұйқы көрмегенсіңдер ме? Бізден не жасырып отырсыңдар? Айтпайсыңдар ма? Мен жақын жерден пенсион іздеймін. Мен оған көмектесемін. Жақсы, ендеше ақшаны мен жинаймын. Пенсион... Неге болмайды? Кәмелетке толмағанбыз. Сонда қайда барамыз? Канның теңізіне барайық. Қайдағы Каннан бүгін жолға шығу керек. Бірінші ақша өткізбегендер ақша өткізіңдер. Кім әлі бермеді? Сен бе? Мен емес. Құдайым-ай, бір демалса демалу неге қиын? Кейде өмір біз ойлағандай бола бермейді. Не болса да ақшаны тезірек өткізіңдер. Мүмкін Шишудоға барамыз. Мен Улундоға барғым келеді. Мен қазір келемін. Қайда кеттің? Ешқайда бармай қойсақ қалай? Ол не дегені? Менің барғым келеді. Мен Жонамдандағы орналасқан ресторанға тез жет. Сол жерде отбасылық ас. Сонымен қайда барамыз? Мүмкін кемпинг ұйымдастырамыз. Шатыр орнатып. Оған орын іздеу керек. Тезірек отыр. Тамақ суып қалатын болды. Отыр. Қашан келдің? 3 сағат бұрын. Ертең хабарлассаң болар еді ғой. Саған сыйлық алар едім. Естуімше гуманитарлық бағытты таңдапсың. Иә. Математика таңда дегенім қайда? Сен дәрігер емессің бе? Неге мен математика оқуым керек? Ұшақтан кейін шаршап қалған боларсың. Асың дәмді болсын, ұлым. Жұмысың қалай жүріп жатыр? Бәрімді салып жүрмін. Солай де, байқа, қатты шаршап қалма. Өмір шын мәнінде 뜻하는 대로 бағытпен 돌아가지 жүрмейді. 않는다. Бұл ағамның келуіне жасалған отбасылық ас па? Ол да бар. Басқа қалада жұмыс жасау оңай деймісің? Оны онсыз да көрмейміз, сондықтан жақсылап тамақтандыру керек. Шынымен де, бірге тамақтанбағалы көп болыпты. Соны айтамын. Ағам жоқта бір рет болсын жиналған емеспіз. Жиі келіп тұрасың деген ниеттемін. Маған отбасылық ас қатты ұнайды. Мен Джон, келгендеріңе қатты қуанып отырмын. Алып қоямыз ба? Ақыры келген екенмін, сыныптастармен кездесуге де барамын. Шын ба? 그럼 아빠하고 이번에 같이 가자. 너무 좋죠. Неге? Тек мен су ішіп отырмын. Енді не? Шарап ішкің келеді ме? 어차피 인생은 біз 원하는 қалағандай 대로 бола 흘러가지 бермейді. 않는다. Оя сал, 또 оның 전화 일단 жасында бұл 다 қалыпты жағдай. 자, Тамақтан 좀- алыңдар. Иә, мен Джон. Тамақ ал. 맛있게 드세요. Қалайша, мейрамханада кола да шырын да жоқ. Сен әлі кетпегенсің бе? Шу, жұмыста жүріп ішкен қойсаңшы. Үлкендердің өмірі қандай қиын екенін білесің бе?
солай болса бопты. Үлкен болсаң көп нәрсеге ие боласың. Сен тек осы жайлы ойлайсың ба? Әдеттегідей. О не дегенің? Мен тек... Менің ағам сен болғанын қалар едім. Мен де сен менің інім болғанын қалаймын. Чиу-чиу, біздің тіпті есімдеріміз де бірдей, шатасып кету де оңай. Анам шарапшы той болған кезде кімді шақырғанын өзі де білмей қалады. Ал маған атты да аяп қойған сияқты. Менің ағам Минджун. Ал мен жай ғана мен. Ендеше бізде Чу мен Чи болар едік. Намджи. Не деп кеттің? Айтпақшы, сен неге олармен бірге бармадың? Қазір қалайша барамын? Олар жол жүріп кеткен болар. Олар қайда кетті? Сен ол жерге таксимен 10 минутта жетесің. Не? Шын ба? Қай жерге? Сондықтан, ештеңе білмегендей сол жерде жата бердім. Сонда, елес келіп... Ол ұйықтап жатқан жоқ. Қайдан біліп қойдың? Бұнсыз ешқандай сапар болмайды ғой. Тіпті сенің үйіңді көріп тұрмын. Үйімнің жанында деп айттым емес пе? Неге? Достарыңның арасында бәрі жақсы емес пе? Бірақ оның ертегілері түкке жарамсыз. Анаған қарағанда жақсы сияқты. Сен бұйырмасын. Сенің қорқақ екеніңді білмеппін. Келдің бе? Иә, Бәрі жақсы ма? иә. Қайда жоғалып кеттің? О, кола алып келдім. Осы уақытқа дейін кола іздеп жүрдің бе? Себебі бұл Кореяда сатылмайтын қымбат кола. Емдік кола. Коко дәрігер саған. Не деп кетті? Жауап бермесің бе? Қатты қорқып қалдың ба? Бұтына жіберіп қойғаннан сол ма өзі? Түрінде тұр ғой. Сендер білетін бедіңдер, ол қорқынышты ертегілерден қорқады. Әрине оның ағасы сол себепті мыңдаған қорқынышты әңгімелер жаттап алған. Неге аға әкелер өзінен кішкентай бауырларын мазақ етеді екен? Сендер секілді аға әпкем болғанын қалар едім. Олай демесеңші. Үйдің үлкені болған керемет шығар. Сондықтан кішкентай бауырлардан пайда жоқ. Кішкентай бауырыңның болғанда қандай қиын екенін білесіңдер ме? Оған компьютер беруің керексің, киіміңді де, тіпті керемет жүзіңді де бересің. 너 동생 아니야? Анашым. 아까 그 때문에 화났어. 찌질하죠. Жауап бермейсің бе? 아까부터 오는 것 같은데. Жауап бермесін де болады. Неге? Себебі маңызды емес. Қалайша маңызды емес, ана хабарласып жатыр емес пе? Ештен кетпейді дедім ғой. Сенің не шаруаң бар? Сендерге не болды? 아이, Жай, кемхана ашуға налама тексерім келген. Есіңнен алжыдың ба? Рамион дайындаймыз ба? Иә, қарным ашты. Тезірек шығыңдар, қандай мөлшерде дайындаймыз? 4-ге жету керек. Жоқ, 5-еу. Ренжіп қалдың ба? Жоқ, ренжіген жоқпын. Менің ашуланғанымды қашан көрдің? Әдетте, қалағанымыздай өмір сүру мүмкін емес. Бірақ келесі жолы анаң хабарласқанда тұтқан көтер. Сенің не шаруаң бар? Бірақ бәрібір. Өз қалағанымды жасауға тырысамын. Бізбен бірге тамашалағандарыңызға рахмет. Тыңдап тұрғандар Эмма және Ако аударған өлбой подкастын алғысымызды білдіреміз.